Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Алтай суретшілер көзімен рубрикасы өз жұмысын жалғастырады. Бүгінгі рубриканың қонағы суретші жерлесіміз, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, бірнеше байқаулардың жеңімпазы Ержан Сабырбекұлы Тұрғанбаев. Ержан Тұрғанбаев 1971 жылы бұрынғы Марқакөл ауданы Боран ауылында дүниеге келген. Бала кезінен суретшілікке құштар ол өсе келе көркемсурет училищесіне түсуді армандаған. Кейін Семей педагогикалық институты көркемсурет графика факультетіне оқуға түсіп, оны бітірген соң біраз жыл туған ауылы Боран орта мектебінде мұғалімдік қызмет атқарды. Шығыс гуманитарлық институтында, Өскемендегі кәсіби даярлық және сервис колледжінде сабақ берді. Суретші шығармашылығының басты тақырыбы ауыл өмірі. Сондықтан да шебердің қолынан шыққан туындыларынан туған жердің иісі аңқып тұрады. Оның картиналары өзінің туған жері Боранның, Марқакөлдің ерекше табиғатын, ауылының тыныс тіршілігін, ауылдастарының іс-әрекеттерін, өзіне бала күннен таныс көріністерді ерекше бір сағынышпен, перзенттік сүйіспеншілікпен әдемі де әсерлі бейнелейді. Суретшінің ең жақсы көретін жанрлары пейзаж, портрет және тақырыпты жанр. Ержан Сабырбекұлының пейзаждары өте нәзік, терең мағыналы, соншалықты әсем болып келеді. Шебердің суреттерінен өзі туып өскен ауылының көшелерін, аулаларын, табиғаты әсем жерлерін көруге болады. Ана мен бала туындысына келсек, автор отбасымен көлге барғанда бейтаныс жанның баласына деген махаббатын көріп, соны дәл беруге тырысқан. Яғни баласының суға шомылғанына мейірлене қараған ана бейнесі сомдалған. Сонымен қоса, осы бір ықыласқа толы сәтті табиғатпен жақсы үндестірген. Кез келген суретші портрет жанрына көңіл аудара бермейді. Ал Ержан Сабырбекұлының жұмыстары арасында осы күрделі жанрда орындалған суреттер бар. Көбінесе ол өзіне жақсы таныс адамдардың, туыстары мен жақындарының бейнелерін салады. Оған портреттердің атаулары, әкемнің портреті, анамның портреті дәлел. Оралхан Бөкейдің 75 жылдығына арнап жазылған мына шығарма Оралхан Бөкей шығармалары суретшілер көзімен атты қылқалам шеберлері байқауында топ жарып, жүлделі бірінші орынды жеңіп алған. Ержан Тұрғанбаев көптеген аудандық, облыстық, республикалық сайыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Шығыс Қазақстан өнер музейінің барлық дерлік арт жобаларына қатысып, 2013 жылы ол «Менің Қазақстаным» атты бейнелеу өнері облыстық көрме байқауының бас жүлдесіне ие болды. Ержан Сабырбекұлы тек суретші ғана емес, сондай-ақ оның қолынан ағаштан түйін түйіп, мүсін жасау өнері де келеді. Суретші отбасында да жолы болған адам. Жұбайы Назгүл екеуі Айгерім, Айымгүл атты екі қыз тәрбиелеп өсірді. Қыздары да өнерден құралақан емес. Болашақта әке жолын қуып, суретшілік өнерді жалғастыру ойларында бар. Суретші жерлесіміз Ержан Сабырбекұлын биылғы мерейтоймен құттықтай отырып, деніне саулық, отбасына амандық, шығармашылық шабыт тілейміз.